Референдум туралы айтсақ, өткен жылы біз 3 дөңгелек үстел өткіздік. Енді бүгінде сол көпвекторлық саясат Қазақстанға пайда ма, пайда емес пе, сол туралы Ресей мен Қытай туралы көп әңгіме болды. Неге Ресей туралы? Білеміз ғой, қазір Назарбаев біздің ақырда Ресеймен өте жақын қатынасы болып, кеден одаққа кіреміз бе, сондай пәледен біз сақтанамыз деп, шығамыз деп, сондай ұсынысты талапта қойдық. Неге? Көріп отырмыз ғой, қалай болмаса да, бұрында Қазақстан Ресейдің колониясы болды. Енді тағы соған бар жатырмыз. Тек қана экономика болса, сауда болса жарайды, бірақ саудан да Қазақстанға пайда жоқ. Екіншіден, ертең тәуелсіздігіміз болады ма, болмайды ма? Ол бүгін 100% экономиканы алса, ертең бізге саяси мәселелерді айтады, қалай не істеуге. Сондықтан біз кеден одаққа қарсымыз. Сол үлкен жиын өткіземіз деп, 23 февральда Алматыда солай үлкен жиналыс өтеді, болады. 600 адам бүкіл Қазақстандан келеді, облыстардан, аймақтардан 30-40 адам келеді. Сол төрт қойған талапты, тақырыпты талқылаймыз, сосын шешімге келеміз. Референдум керек. Неге? Өзіміз тиыш қана отырсақ, барыбір Назарбаев бірдемені істейді, жасайды, айтады. Бірақ ол білсін, ақырда білсін, халық қарсы. Халықта кісілер бар, күштер бар, партиялар бар, қоғам қайраткерлер бар, ашық өзінің позицияны айтатын, азаматтық позиция. Ешқандай кеден одақ бізге керек жоқ. Ресеймен жолдаспыз, сауда болсын, бірақ ұлттық мүддесі біріншіден болсын. Қазақстанға пайда болса, жарайды, жұмыс жасайық, бір келісім шартқа отырайық. Ешқандай пайда болмаса, тәуелсіздікке көпсіздік болса, ештеме керек жоқ.